Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен неге мектептен бір айға толмай жұмыстан шығып кеттім, сол жайлы әңгімелесетін боламыз. Осыдан 2 ай бұрын мен Алматыдан Өскеменге көшіп келдім. Белгілі себептермен. Себебін айтсалайын, себебі аренданың бағасы, білесіздер, Алматыда 200-ден жоғары. Бір комнаталық үйдің бағасы айына 200 мың. Ал менің зарплатам 200 мың, сол үшін Алматыда өмір сүру маған қиын болып кетті де Өскеменге келдім. Өскеменде өзімнің үйім бар, сол жерде өмір сүріп жатырмын. Жылдың ортасында бұл қалаға көшіп келгеннен кейін ұнайтын жұмыс табу өте қиын, таңдау жоқ, сол үшін не бар, соған кіресің. Мен 29-шы орыс мектебіне кірдім. Ол жерде бір кісі кеткелі жатыр екен, соның орнына кірдім. Бірінші күні келдім. Мен бірінші күннен бастап шокта болдым дегенім ешнәрсе айтпағаным. Шокта болдым дегенім ешнәрсе айтпағаным. Бірінші күннен бастап мен жұмыстан шыққым келді. Айта кетейін, осы уақытқа дейін мен 5 жыл тәжірибем бар. 2 университетте істедім, UIB және Сатпаев университеті, сонымен қоса курстарда жұмыс істедім, тілдік курстарда. Және бұл 5 жыл тәжірибемнен кейін ананы көргенім, енді талып қала жаздадым, шынымды айтайын. Талып қала жаздадым. Ең бірінші маған ұнамағаны мектептің жүйесі. Мен бірінші күні балаларға тақырыпты түсіндірдім. Содан кейін олардың белсенділігіне байланысты бағаларын қойдым. Жақсы жауап берсе, белсенді жауап берсе 5, бүйтіп тыныш отырса 3 немесе 4 қойдым. Содан кейін маған ата-аналары звондай бастады. Менің балам отличник, ол неге 4 алды. Ертеңде маған класс жетекшілері келіп, сіз бүкіл бастауыш мектептің бағасын құрттыңыз дейді. Мысалы, мына қызды алайық. Ол қыз отличник, ол қалай 3 ал қалды дейді. Ал мысалы, мына баланы алайық. Ол бала троечник, ол қалай 5 алды деп маған келіп тұр, наезжать етіп. Сосын мен ана қызды шақырып алдым, жүр, ал оқыш дебем. Ана қыз оқи алмайды, 4-ші класста оқиды, бір оқи алмайды, мен оқи алмайым дейді. Сонда ол 4 жыл бойы отличник болып келген оқымайтын қыз. Ал ана олардың тырнақшаның ішінде троечниктары сабақта жақсы жауап беріп, жақсы оқып тұр. Сонда мен айттым, оқымайтын қызға отличник болса да, менің сабағымнан троечник болады дедім. Ал ана ол троечник болса да, ағылшыннан 5 болады. Ол бәр сабақтан жақсы оқуы мүмкін емес қой, бір баланың. Бір сабақтан жақсы оқиды, бір сабақтан жақсы емес оқиды. Әр адамның әр сабаққа қабілеттілігі бар. Содан кейін маған ертеңінде завуч келеді. Маған бетіп айтады, біздің андай планымыз бар, осынша отличник бар, осы 90-да, осынша троечник бар, осы план орындалу керек дейді. Осы планмен болмаса, бізде капец дейді. Сонда біріншіден олар баланың сабаққа деген ынтасын жоғалтады. Мысалы, жақсы оқып келе жатқан троечник деген жаңағы жақсы оқыса да, ол троечниктен шықпайды. Ана отличник оқыса да, оқымаса да отличник болып қалады. Біріншіден ол баланың мотивациясын жоғалтады. Екіншіден менің де мотивациямды жоғалтып тастады. Ары қарай оқытуға, ары қарай оларға дұрыс шынайы баға қоюға мотивациямды жоғалтып тастады. Ары қарай жұмыста істегім келген жоқ, шын айтайын. Сосын мен кететінімді білгендіктен жарайды деп қойып бере салдым. Сосын орыстар болғандықтан жалпы
қызметте бір-біріне деген қарым-қатынасы бәлкім оларға қалыпты жағдай шығар, андай тондары кішкене көтеріңкі сөйлейді бір-біріне. Маған да солай сөйлей бастады, маған мүлдем ұнаған жоқ. Маған қазақтар керек. Сосын маған ұнамағаны оқушыларының дисциплинасы. Бірінші күні келгенде маған ассаламағалейкум дейді. Содан кейін ассаламағалейкум дейді. Содан кейін бізге жауап беріңізші, ағылшын тілі не керек дейді. Сосын олардың тондары сөйлегенде а чё это вот так деп, мысалы, тон болады ғой, андай оқушының мұғалімге сөйлеуге болмайтын тонымен сөйлейді. Сосын мен тоныңды бас десем, бүйтіп өзімді қайталайды. Сосын мен 5 жыл бойы әртүрлі оқушыларға сабақ бердім. Мен мектепте де практика өттім. Сол 5 жыл тәжірибемде бұндай көрмеген адаммын. Сосын бір күні мен әрине дисциплинаға шақырдым, тыныш отырыңдар. Сіздер маған қандай қарым-қатынас көрсетесіздер, мен де сіздерге солай қарым-қатынас көрсетемін деп айтып ем. Ана 9-шы кластың балалары мұғалімге барып, завучқа барып, жаловаться еткен айтыпты. Ана мұғалім маған бізді қорқытты, сендерді мектепті бітіртпеймін деп, неше түрін айтты деп сөйтіп жеткізіп барған. Ойлаңыздар. Осындай дисциплина. Не өздерінің мұғалімдерін тыңдамайды, мектептің алдынан кетіп бара жатсақ, завучтың мұғалімдерінің көзінше қыздары да, ұлдары да темекі шегіп тұрды. Мен бұндай балаларды бірінші рет көріп тұрдым. Әрине, дисциплина жоқ жерде білім де болмайды. Білімі туралы мен сөзді айтпай қояйын, білімнің дәрежелері. Содан кейін осы іс-әрекеттері жайлы директорына кіріп едім. Директордың аты Журавлев, мұтқалдым аты кім екен, фамилиясы Журавлев. Ол айтты, біздің балалар өздерінің құқықтарын біледі. Ал қандай құқықтары? Мен біреуді соққан жоқпын, ешкімге жаман балағаттық сөз айтқан жоқпын, жеке шекараларынан асқан жоқпын. Олар маған жала жауып тұр деп тұрсам, олар өзінің шекараларын біледі деп. Сонда мектеп тәрбиемен айналыспайды екен. Үстіп керісінше балалар жақты. Балалардікі дұрыс деген нәрсе айтады екен. Содан кейін неге кет қалдым? Үшінші себебі зарплатасы тырнақшаның ішінде көп болғанымен, мұғалімдерге өсіргенмен, мысалы 200 мың. Мен аптасына 26 сағат жұмыс істедім. 26 сағат жұмыс істедім, өзімнің онлайн сабақтарым бар. Өте үлкен нагрузка болды. Мысалы, біз 1-2 баладан шаршап кетеміз ғой үйді, мысалы, адамдар өздерінің баласынан шаршап кетеді. Менде күнді 5 топ келеді, 5 класс келеді, әр класста 20 баладан, және олардың дисциплинасы жақсы емес. Қиын балалар да оқиды, өте қиын. Жалпы мектепте жұмыс істеген қиын. Сен нағыз білім бергің келсе, сен мектепте емес, мен ойымша, неменеге бару керек? Курстарға оқығысы келетін балаларға, немесе гимназияға, КТЛ деген мектептерге бару керек. Мен айтпаймын, барлық мектептер осындай деп Қазақстанда. Гимназиялар бар. Мысалы, мен оқыған мектеп өте керемет. Біздің кезіміз қандай, мыналардың кездері қандай. Айтпақшы, осы жайлы директорға айтып ем, біз ондай болған жоқпыз деп айтып ем. Қазіргі балалар басқа, сіздер басқасыз деп маған жауап қайтарды. Сол, тағы не айтсам болады. Сол жалпы мектепте істеген маған өте ұнаған жоқ. Біріншіден ол үлкен нагрузка, сен білім бермейсің ол жерде, олардың дисциплинасымен алысу керексің біріншіден. Барлық нервың кетеді. Айтпақшы, мына жердегі бұрын әжім болмайтын, әжім пайда бола бастады. Өмірім
180 градусқа өзгерді десем артық айтпаймын. Мектепке кіріп ем. Содан кейін жүйесі ұнамайды. Балалардың дисциплинасы өте нашар. Өйткені әрине мен білем, мұғалім онымен жұмыс істеу керек. Бірақ та қашанға жұмыс істей бересің? Бір ай өтті, әлі жұмыс істеп келе жатырмыз. Білімді қашан аламыз? Мен әрине барлық мектептерді жамандамаймын, бірақ өзімнің тәжірибемен бөлістім. Бәлкім мен мектепте істесем қалай болады, немесе баламды жалпы мектепке берейін ба, әлде гимназияға берейін ба деген сұрақтар болса, бәлкім осы видеодан жауабын табарсыз. Сол мен жай ғана өзімнің тәжірибемен бөлістім. Бәлкім біреуге пайдалы ақпарат болады, бәлкім біреуге жай ғана қызықты өсек болады. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.